Достар, сіздермен бірге мен Жанар. Бүгін турецкий лимонад, өзімнің сатылымға шығарып жүрген лимонадымның құрамын айтатын боламын. Жасалу жолын, яғни бізге ең алдымен осындай 3 апельсин, 2 лимон керек. Лимонның үлкендеу болса 2, кішілеу болса 3. Содан соң осындай қант және қайнаған салқындатылған 5 литр су керек. Барлық құрамдарын описание бөлімінде жазатын боламын. Ең алдымен апельсин, лимондардың сырттарын осылай өткіземіз. Күштен өткізесіздер, тек қана сарыларын, сырттарын ғана өткізесіздер. Ақ жерін өткізуге болмайды, себебі ол лимон ащы дәм береді. Ақ жерлері осылай өткізіп аласыздар. Мен апельсинді өткізіп болып, екінші лимонды өткіздім. Лимонды да дәл солай етіп, тек сыртқы сарысын ғана өткізесіздер. Ағын өткізбейсіздер, себебі лимонадымызға қышқыл дәм береді. Менің арнама жазылып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және видеомды соңына дейін көріңіздер. 2 жемістің де осылай сыртқы седрасын алып аламыз. Одан соң седраларын мақтап алып болғаннан кейін дәл осындай кішкене ғана седра жат, осының үстіне қантты саламыз. Қанттың қанша грамм керегінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырам. Қантты жақсылап седраны қантпен араластырып, сол кезде апельсиннің, кішкене лимонның шамалы сығындысы болып су бөлінеді. Суы сыртының сөлі осындай болғанша араластырамыз. Шекермен бірге, қантпен бірге араласып, осындай болады. Содан соң жаңағы 5 литр суымызға, қайнаған және салқындаған суымызға осы седраны салып, холодильникке, яғни тоңазытқышқа 3 сағат молынан қойып қоясыздар, бетін жауып. Бетін жауып қойып 3 сағатқа қалдырамыз. Одан соң осы апельсин, лимондарымыздың сыртын осылай қабықтарын аршып аласыздар. Ақ қабықтар керек емес, себебі олар лимонадқа ащы дәм береді. Осылай аршып алып, одан соң блендердің көмегімен еземіз. Дәл осылай аршып алдым да, блендерімді дайындап алып, барлық 3 апельсин, 2 лимонымды осылай турап алдым. Дәндерін шамалы ажыратып, ажыратпасаңыздар да болады, ажыратсаңыздар да болады. Осылай турап блендерге саламыз. Осылай блендерге салып, және блендерді қосып, осылай езіп аламыз. Және жаңа 3 сағат бойына суымызға осы блендерден өткізген смузи дейді, соны саламыз. Дәл осындай реакция береді, көпіріп. Және осыны тағы бір араластырамыз да, тоңазытқышқа тағы да 1 сағатқа қалдырасыздар. Әбден бір-біріне араласып, және дәмі шығу керек. Өте керемет дәм береді. Апельсин, лимон дәмі деген енді күшті болады. Содан соң осылай сүзекінің көмегімен осылай құйып, мен білесіздер, пет бутылкілерге құйып алам. Сатылымға шығарып жүрген затым болғасын, мен осындай жарты литрлік пет бутылкілерге құйып алдым. Барлығын осылай қақпақтарын бір басып, бұдан бұраймыз. Осылай жауып сатылымға шығарсаңыздар болады. Үйден жасап қойсаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын.